Ұлы жеңіске биыл 75 жыл толды. Еліміздің бейбітшілік пен татулықта өмір сүруі, біздің жас ұрпақтың аспаны ашық болуы сөзсіз соғыс ардагерлеріміздің арқасында. Олардың қиын кезеңдерді бастан кешірген, отан алдында борышын өтеп, жүрексінбей жеңіс үшін барын салған батырлығы мәңгілік ұмытылмас. Бүгінгі таңда соғыс ардагерлеріміздің саны азайып бара жатыр. Алайда біздің оларды еске алуымыз батырларымыздың әруағы әрқашан жанымызда екендігін білдіреді. 18 жасында соғысқа аттанып, отанына аман оралған әжемнің әкесі туралы естелік. Мен Досмұхамбетова Гүлзада, соғыс ардагері Шанов Орынбасардың қызымын. Әкем Шанов Орынбасар 1925 жылы Маңғыстау өңірінде дүниеге келген. 1943 жылы 18 жасында соғысқа аттанды. Бұл соғысқа өзінен үлкен ағасы Байдәулет те 1943 жылы соғысқа аттанған. Бір үйдің екі азаматы да соғыстан аман есен оралды. Екеуінің бір-біріне деген бауырмалдық қасиеті өте жоғары болды. Ең бірінші соғысқа қанды қырғын Ленинград майданына түсті. Жаңағы зенитчик болды. Әкеміз 1945 жылы Берлинді алуға атсалысты. Соғыстағы ерліктері үшін көптеген медальдармен, орденмен наградталды. Ондағы әкеміздің қасиеті қанша қанды қырғынды көрсе де, сабырлылық, мейірімділік, имандылық, өте қарапайым, сыпайы болды. Соғыстан аман есен оралған соң әкеміз Хабиза атты жас қызбен бас қосып семья құрды. Әкеміздің мейірімі бізге деген, бәрімізге де өте мол болды. Өте қарапайым, байсалды, мейірімді, қай-қайсымызға да қатты дауысын көтермеген адам. Сол тәрбиесімен өзін де сыйлата білді. Халықты оны өте қатты сыйлады. Әкеміз соғыстан кейін 1954 жылдан 1987 жылға дейін сауда саласының өте білікті маманы болды. Елдің сыйлы азаматы болды. Тарына тараған ауызбірлік, ұйымшылдық, бауырды сыйлау, бауырды жоғары қою, бауырға деген бір жақсы көруін жоғары қою. Сол қасиетті біздер өзіміз әлі бойымызда сақтап келеміз. Біздер өзіміз мектепте оқығанда ол еш уақытта да соғыс жөнінде айтқысы келген жоқ. Шақырғанда мектепке бармаушы еді. Ал мына немерелер болғаннан кейін бара бастады. Соғыс жайлы айта бастады. Бұрын ол соғыс жайлы айтқысы келмейтін еді. Біздер кейде сұрасақ, басқа бермесін, ондай зауалды дейтін еді. Ондай соғысты сендер көрмеңдер деп айтты. Орынбасар қазір бұл дүниеде жоқ. 83 жасына қарағанда 2008 жылы дүниеден өтті. Әлде де әкеміз сағынамыз. Әлгі парадта енді жүргенде Назарбаевларды құттықтады ғой, бәрінің қолын алған. Сол кезде Назарбаевтың қолын алдым, бұл біздің патшамыз ғой дейді. Үлкендер солай сөйлейді ғой. Сонда жаңа мен Назарбаевтың қолын алдым, патшамыздың. Мынау деген бір үлкен жақсылық деп кәдімгі қуаны. Орынбасар аталарының сіздерге қалдырған өсиеті ұрпақтарына болмасын, қан төгіс болмасын, аштық болмасын.